Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Мұхамеджан, Аружан. Достар, бүгінгі видеоның аты кім менің жақсырақ біледі. Бұл видеода Мұхамеджан мен ВЦ против Аружан. Біз екеуміз де 10 сұрақтан жазып қойдық. Мен Аружан телефонға, мен андай параққа. И кім жақсы жауап береді, сол ұтады. Көбірек айтады дұрыс жауабын, сол ұтады. Ал кім дұрыс емес айтса, басымызды деп тығамыз. Бұл достар, бірінші мен бастаймын деп шештім. Біз видеомызды созбай бастайық. Достар, ең бірінші мен сұрақтарымды қоямын. Мұхамеджан, дайынсың ба? Жоқ. Менде оп оңай. Сәлем балалар, мен екеуіне қарап отырмын. Маған қызық болып тұр, екеуі кім бір-бірін жақсырақ біледі екен. Аружанды Мұхамеджан жақсы біле ма, жоқ Мұхамеджан Аружанды жақсы біле ме екен? Көрейік ал. Аружан 10 сұрағын оқиды. Қазір мен өзімнің 10 сұрағымды оқимын. Мұхамеджан, қалай ойлайсың сен? Вообще, менің сұрақтарыма жауап бере аласың ба или жауап бере алмайсың ба? Жауап бере алатын шығармын. Аружан жақсы білем деп ойлайсың ба? Иә. Давай онда. Ең бірінші самый легкий сұрақ. Менің сүйікті пәнім. Ол не пән? Сабағым. Урок. Душы. Математика. Болды, Ой, бірақ бай, жоқ. попытка жоқ. Мен Басын тығамыз. Неге точно, давай айтайын. Менің ең бірінші орында сүйікті пәнім ол ағылшын, екінші орында барып душы. Я готова. Ағылшын ба не? Ойбай. Ағылшынды мен каждый апта оқысам вот кайф болады. Өлтіріп тықтың ғой. Сөйтіп до конца тықты Ладно, ғой. все, ладно, нормально тықам. Мен Байқамай қалды. Осы қазір қоятын сұрағым, осы жаңа қойған сұраққа бір кішкене сәйкестендірілген болады. Өскенде кім боламын? Ағылшын. Ой, апай боласың. Қандай сабақтан беремін деп ойлайсың? Ағылшын. Мама! Енді ол бірінші ағылшын деп айтты ғой. Ура! Мен қорқып кеттім. Енді? Бірде бір. Я. Үшінші сұрақ. Наны білмейтін Сен сонда шығарсың. мұғалім болғың келе ма не? Да. Мен өзім апайымнан қызғанамын. Ағылшын апайыңа ма? Это так круто. Енді бұны, наверное, сен білмейсің, бірақ менің сүйікті блогерім кім? Аружан? Арудың әлемі? Мен өз-өзімді көрмейтін шығармын. Анау басқа, өзіңнен басқа, иә? Иә, өзімнен басқа. И Айшадан басқа, иә? Иә, сендерден басқа. Әлем. Білмейсің, иә? Білмеймін. Екі вариант. Мұхамеджан, мен екі каналды жақсы көрем. Сол екі каналдың біреуін хотя бы тапсаң, мен сен басыңды тықпаймын. Так, табайық. А4. Дұрыс емес. Дұрыс жауабы либо личный дневник, ол жерде анимациялар болады, либо Елена Райтман. Ол жерде, короче, ана қыз, короче, типа проверяет на парней на измену, типа олар андай сатып жібереді ма или сатпайды ма? Елена Райтман. Елена Райтман? Иә. Тықпаймын ғой. Ой, нормально тықтың ғой. 2-1. Наны сен точно білесің. Жақсы көретін тамағым. Ол күнде жейміз ғой, почти. Мен білем. Күріш? Бірақ попытка ғой Всё? балам. Ойланбадың ба? Давай, последний шанс беремін. Либо күріш таңдайсың, либо басқа нәрсе ойланасың. Ол саған шанс беріп тұр. Оны сен де негізі жақсы көресің ғой. Иә. Айтсам. Бөліп жейсіңдер ғой дейді. Мама! Тостер. Ой, ақымақ. Всё. Тостарды қашан бөліп жедің? Донер! Жекас донер! Джекас донерді бөліп жейді ылғида. 3-1. Донер алса болды. Мен андай фастфуд болмайды десем, Сұрамадың ба, фастфуд бола ма, болмай ма? сұрау керек еді енді. Менің сүйікті түсім, мен қандай түс жақсы көрем болып всего. Түс? Цвет. Түс. Розов. Кетір. Ақ. Последний шанс. Розовый. Осы ма? Осы ма? Болды ма? Болды. Дұрыс емес. Қарамай.
Менің любимым цветом это либо сиреневый, либо андай, я ашық көк. Вот примерно вот такой. Голубой ма? Да. 4-1. Суши. 4-1 болды. Мұхамеджан, Жеңіп 5 сұрақ қалды, 5 сұрақты таптың. Ой, жоқ. Иә. 5 сұрақ қалды. Енді сен нешеуін таптың? Біреуін ғана таптым. Менікі вообще қиын болды. Біреуін ғана таптым, ағылшын тілінің мұғалімі деп, соны ғана тапты. Иә. Дұрыс. 4-1. Мен қаншасыншы жылы туылдым? 2012. Дұрыс, неужели? Ура! Специально салсың, оңай сұрақ қойдым. 2-4. Мен қайсысын таңдар едім? Челлендж түсіру таңдар едім ба, или влог түсіру таңдар едім ба? Челлендж. Бірақ попытка ғой бұл жерде. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Дұрыс. Және де бұл, как всегда. Дұрыс. Дұрыс емес десем дұрыс екен. 3-4. Келесі. Мен 5-ке оқиын ба, или 4-ке оқиын ба? 5-ке. Дұрыс. Не ойланып отырсың? Грамота алдың ғой. 4-4. Ай! Қол Ой, жетіп 4-те алды. оқып қалсам. Подругамның аты кім? Алма. Алма емес па не? Прям жан подруга. Ойбай, кім жан подруга? Мас айтпаңыз, білесіз. Білем ба? Иә. Білмеймін. Көршіміз ғой. Білем. Кім? Жақсы көретін қыз. Біздің көршіміз деп айтып тұр ғой. Ну, прям қасымыздағы. Сенде де бар ғой сондай класстасың, сол сияқты. Қасында орында. тұратын. Аты кім енді айтсын? Сен өзі сұрап тұрған жоқ па? Білмейсің ба? Білмеймін. Нурила или там Сабина. Нурилямен неге кездесіп ойнамайсыңдар, осы суббота? Сабинаны. 5-4 болды, иә? Иә. Ойбай, Енді Мұхамеджан ең последний. соңғы қиын сұрақ болуы мүмкін саған. Бірақ негізінде Опа, найтиси. менің шын атым қандай? Аружан. Прям, на самом деле, шын атым бар да? Сол шын атым қандай? Аружан. Уверенсің ба? Иә. Да, Всё. ойлағанда жоқ. Прям менде басқа ат жоқ. Может быть, мен мамам Мадина деп қойған шығар, может, мен өзім Аружан деп қойып алған шығармын. Точно. Аружан. Прям точно айтады ба? Точно. Менде шын атым бар негізі. Изабелла деген. Өтірік дұрыс таптың. 5-5. Молодец. Молодец, Мұхамеджан. На самом деле, мен Мұхамеджанға өте оңай сұрақ қойдым. Иә, өте Зачем мен ең сложный нәрселер Специально сен басын таға бермейінші. 5-5 болып, екеуі тең болды. Енді келесі Аружандікін көреміз. Суды ауыстырып білейін мен. Аружан жеңем екен, жоқ Мұхамеджан Но жеңем на екен. самом деле Мұхамеджан маған более много секреттерін айтады. Да? Онда сен де Мұхамеджанды білесің ғой онда. Может быть, білемін. Достар, бұл келесі раунд. Енді мен Аружанның басын қоямын. И мен сұрақтар қоямын. Аружанның басын тығам десе. Тығам. Сұрақ қоям десе. Давайте ал. Ең опанай. Менің жақсы көретін ютуберім. Сен оны білесің, Аружан, потому что бұл күніне 100 рет көреді ғой ютубты. Иә, білесің. Бірінші ойланып ал дұрыстап. Иә, дұрыстап Так, ойланып менде екі вариант бар, бірақ бұл шын ат емес, просто екі вариант айтамын. Бірақ ол мен ответ емес, просто достарға айтамын екі вариант. Ол либо овершоу, әлі бұл Мұхамеджан. иә, бұл либо овершоу, либо аришнев ба, сол мордақ канал қандай? Иә, сондай типа. Сол мордақ канал қандай, да? Бруно. Иә, Бруно. Қазір анда телевизорда Бруно тұрмапты. Ал енді біреуін айт Айтайын. енді. Но овершоуды ол уже давно көрмей қалды. Может быть, это Бруно. Бруно? Дұрыс емес. Мұхамеджан, ты чё? Айтпайсың! Айтуға Сен болмайды. вообще көрмейді ол даже өзін. Өзіне просмотр жасаудың орнында. Мұхамеджан, сен көрмейсің да ол өзің каналың. Сол ғой. Затым Сен Бруноны миллион рет көресің. Короче, өзін жақсы көреді. мен жақсы көретін Самым ютуберім. Өзін жақсы Қарайтын. 1-0. Давай, Қызық следующий. болады. Аружан, давай.
менің Трудно ғой, ол вообще өзін көрмейді, даже өзіне просмотр жасауға ленивец. екіншісі ең сложный. Менің жақсы көретін футболистім. О боже. Айта алмайсың. 99 футболисттің ішінен қайсысын таңдайсың? Менің апайымның аты кім? Мен қайтесінші жылы сен барлық сұрақтарды айтып тастаймын ба саған қиын. Мен сені жүретедім. Оп-оңай сұрақтарды қойсам сен. Менің любимый футболистім кім дейді? Айтайыншы. Футболист қазақстандық па жоқ американдық? Қандай? Америка. Ну, Месси, Роналду сындылар. Әлемдік та? Иә. Мүмкін ол Астанадағы. Айтсай енді Ладно, Америка. Америкалық. Это типа как Роналду, Месси барса. Иә. Так, Роналду, Месси, Неймар, тағы кім бар? Точно. Мбаппе. Бұлар емес, иә? Айта алмаймын. Мен оны білем ба? Мен саған подсказка бердім ғой. Ондай өлең бар, бірақ сен білмеймін, білесің ба, білмейсің ба? Парадону Павлова? Жоқ, Ол туралы өлең бар ма? иә, ол туралы өлең бар. Мем ғой, и то ол туралы. Мем. Криштиану Роналду? Бір попытка кетті. Камавинга. Оны сен білмейсің да ғой, Нечестно, блин, сложно. Нет, ну... Что тут с честного? Менің... Біз ең бірінші қаншасыншы, вообще біз қандай сабақтар өтіп жүрміз? Давай барын айтып бермеймін. Десем, сен де білмейсің ғой, например? Математика. Все, давай. 2-0. Камавинга деген ән бар. Камавинга деген ән бар. Иә, Сосын? имен бар. Енді Аружанға қызықты сұрақ қойса, ол білмейтін сұрақ қоймай. Ну, мен жақсы көретін машинам. Менің вкусым өзгере береді. Бесін. Ойнамаймын. Жоқ, мам, жұлдыз шығар ма? Жоқ. Нормально сұрақ қойшы басқа. Машина, Lamborghini деген сияқты ғой, типа. Иә. Спортивный. Подсказка спортивный. Емес. Айтпа өйтіп сразу, ойлан. BMW емес, Қандай машиналар бар? Мыдан басталады. Подсказка беремін. Неден басталады? М. Мерседес емес ол. Мыдан бітеді. Не? Мыдан басталып, ныдан аяқталады. Мен оны білем ба? Білмеймін. Білетін шығарсың. Сен өзің білмейсің. Мен білемін. Мыдан басталып, ныдан аяқталады. Ол өте әдемі. Вроде спортивный. Мыдан басталатын қандай машиналар бар? Так. Мерседес. Сен білесің, мен Мерседесті жақсы көрмейтін. Иә, білем. Мерседес кафе деп жүр. Мұнда қандай машина болды ол? Білмейсің ба? Қандай машина мұндан келеді? Балалар, сіздер білсеңіздер комментарийға жаза отырыңыздар. Көп қой негізі мұндан басталып, мұндан аяқталады. Да? Неге біз білмейміз? Мен де білмей отырмын мысалға. Көп емес енді. Вообще қиын сұрақтар. Қанша сұрақ болды өзі? 3-ші бұл. Мынау 3-ші, Не знаю я. Макларен. А? Макларен. Адамның аты ма? Білесің ба оны? Ол вообще фамилияның аты ғой. Макларен. Ларен. Макларен. Вообще жоқ қой. Макларен деп. Достар. Макларен деген машина деп айтып жазып көрші, Google'дан шығады. Болды, жарайды. 3-тен. Нормально сұрақ қойшы. Мен сүйікті тамағым деген нормально хотя бы. Мен сүйікті машина, мен сүйікті там, может, персонажым. Менің жақсы көретін супергеройым. Супергерой. Геройлар ма? Иә. Супергерой қандай жақсы көреді? Көп қой негізі. Спайдермен. Халк дейсің бе? I'm Халк деп шығасың. Бұрын жақсы көретін Халкты, кішкентай кезінде. Қазір жемейді негізі. Қазірдің ай ма? Қандай герой бар? Вообще неинтересно сұрақ болған шынында. Айтайын ба? Вообще реально неинтересно сұрақ болып қалды.
Аружан табатын шығар, может, қайдан білесің сенің герояңды? Қандай әріптен басталады? Подсказка что? Г. Гарри Поттер. Ол Испанец, мама, Генри. Генри? Нечем бар. Қайдан келетін кім бар? Супергерой. Тудан бітеді. Подсказка. Күшті подсказка беріп отыр негізі бізге. Мен білмейтін адамдар айтып отыр ғой, конечно. Мен білем ғой, да? Иә, білесің. Мен аттарын білмеймін ешкімнің. Дейм ба? Айтпасай ойланайық та. Қайдан келетін кім бар, Ару? Тудан бітеді. Неден? Т. Тылан бітеді, Г-Т. Мен білмейді екенмін ондай герой. Мен Железный человек, Халк, не... Капитан Америка. А? Капитан Америка. Капитан Америка дегендерді білемін. Человек Мен Халк. де ғой. Сен Білесің ба? көресің ғой онымен бірге. Мен тек қана Спайдерменді көремін. Дәулет ағам вообще жазғашайды. Көп біледі ол. Жайласын ба? Білмеймін. Торрент деген Мам, емес. менің ана ойыншығын берші. Ана ойыншығын беретіңдерші. Мен ойнап отырмын ғой онымен. Грут! Жоқ, уже. Мам, ол Грут даже не супергерой. Грут па Ол Мұхаммед? персонаж. Ол тапты. Ура! Ей, таптымады ғой. Тапты. Болмақ. Жоқ, ол айтты, мен білмеймін деп. Сосын барып, Мен балық қойып енді оған кішкене шанс Ладно, беріп. Стойте, достар, Грут он не супергерой, это персонаж из мультика. Герой. Он не Енді герой. дұрыс қана Соқсады ғой ол. персонаж ғой, дұрыс қой. Ол соқсады ғой, Персонаждың бәрі Кіммен герой ғой. соғысады? Анау достарымен бірге, анау бір Енді противниктермен соқсады Аружан ғой. Железный человек бәрі мультиктен алынғандар ғой. Енді олар хотя бы мир спасают, а он только дрался. Он не супергерой. Міне мынау. Он Сен не таптың, супергерой. Аружан. Еще мынау. Вопрос Үште что бір. правильно. Үште бір Аружан тапты. Келесі сұрақ. Нормально сұрақ қойшы. Менің жақсы көретін супер злодейім. Оны алдында ғана айтқам. Алдыңғы осындай шермен жүді. Біле ма? Я біледі. Злодей. Ана қыздың аты кім еді ана қыздың? Қыз емес ол, значит. Қандай әріптен бастады? Жоқ. Ой, бәкір. Мам, сол бір қыздың күйеуі ма сондай ана аты кім еді? Жаңа сені соған бояндырды ғой, Фатима? Джокер ма? Иә. Дұрыс! Ура! Ура, неужели таптың? Нормально жоқ қойшы бесиш уже. Менің Жігіттерге сұрақтар Мені жақсы көрмейтін геройым. Жақсы Мен көрмейтін. оның бұрында қарағам. Сен білмейтін шығарсың. Геройдан басқа қойшы. соған басқа сұрақ қойшы, Фатима. Ма, он талған. Соңында табыс. Он талды супергерой, суперзлодей шығар бар ғой. Менің жақын достарым үшеу жазылған. Соның біреуін тапсаң, онда Жоқ, екеуін хотя бы. біреу бола салсын. Менде де на самом деле үш подруга бар, біреуін де Иә. тапқан ғой сен. Давай ал Екеуді біреуін. и то білесің, үшеуін де білесің. Атын білем, бірақ ұмытып тұрмын. Анау, который қалай еді? Сен далаға шыққан бір завучтың ба, біреу директордың ба, директордың емес? Завучтың. Иә, завучтың баласы. Дұрыс, екіншісі. Екіншісі тоже таңдан кешке дейін жүреді. Мамасы тоже мектепте работает. Жоқ, дұрыс емес. Ну, біреуін таптың, и үшіншісі. Ол бірақ мен қазір оны көріп жүрген жоқпын, подсказка. Короче, ол мектептен ғой, барлығы? Ол Жоқ. бұл қалада емес. Білесің сен. Басқа досың, сен білесің. Ана, который сенімен садикте жүретін, иә? Аты кім? Атын айту керек етер. Мен тағы да екі сұрақ ударить ететін, сол үшін соны Қоса басаламыз. саламыз, иә. Басқа. Мен біліп тұрмын, ол сенімен садикпен бері жүрді. Сені, короче, Бұдан басталады. Дәулетхан! Менің любимый Үште хоббим. үш. Хоббиң? Не бастап бітті ма? Хобби хорсинг. Где? Үште үш болды. Ура. Тағы қандай хоббилар бар? Сурет.
Коллекционер. Қазір осы кезде сурет салмайды. Я футбол, наверное. Дұрыс! Ура! Почти 4-3. 4-3. Енді 2 сұрақ қоямын өйткені Иә. супергерой мен супер злодей туралы айтып кеттім. Так, давайте қандай? Басқа сұрағың жоқ па? Жоқ, айтып көрейін. Менің сүйікті тамағым. Фастфуд ба? Білмеймін. Фастфудта болады и питательный, анандай болады. Сонда сен бір жақсы көретін тамағыңды айтамын, иә? Менде 2 вариант бар. Манта и донер. Ну, фастфудтан сен айттың ғой екеуінен де. Фастфудтан донер, а так сен манта, иә? Тек фастфудтан донер дұрыс, ал анандай тамақтардан манты дұрыс емес. Мантыны өліп жейтін едің ғой. Қазір жақсы көрмейтін болып кеттің ба? Кішкене жақсы көремін. Сіз екеулерін жақсы көресіз. Лагман ба? Лагман Жоқ, анандай суп, который сіз барлығын былай Гороховый қосыпсыз. Гороховый суп ба? Сен өліп жақсы көресің ғой. Донерді тауып алдым ғой, бірақ. Иә, донерді таптың, енді екіншісін тапсай, шанс беріп тұр саған. Қандай тамақ жейтін? Мен саған тек 1000 рет шанс бердім. Вареники ма? Вареники ол жемейді тауып. Жейін. Мектепте жейсің ба? Айт маған. Қандай тамақ жейтін еді? Күріш бар. Күріш. Подсказка, күріш ненавижу. Қандай тамақ онда? Сен де оны жақсы көресің. Ол фрис мясо. Мамсыз айтпақсың. Мен қосылып кеткенсің ғой жарты жылдан. Борщ. Мен де на самом деле ойлап отқам қазір борщ істейінші деп. Егер маған тауып алсам, мен де тауып алам. Борщ емес, значит. Мам, оны мен де жақсы көремін. Мен борщты жақсы көремін. Айтшы. Борщ? Борщ. Дұрыс! Ура! Так, енді 5 болды ма? 5-3. Иә. Жоқ, 5-4. 5-4. 5-4. Енді ең соңғы. Ең соңында енді тең-тең болыңдар, сонымен екеуіңе тең-тең. Қиынырақ сұрақ қой, енді таба алмай қалсын. Олай сұрақтар ғой. Енді дұрыс қой, Мен қаншасыншы жылы туылдым. Мен қандай сабақта сөйлеп алмаған. Мен ең жек көретін суперзлодейім. Вообще нечестный сұрақтар. Жоқ, нормально, жігіттерский сұрақ, Аружан, ол қыздарский емес. Поиски сұрақтар. Давай, Менің, например, боевиктардың ең любимый персонаж. Мен білем, ол мамам да жақсы көреді, бірақ мен оны атын білмеймін. Актер ма? Персонаж деген, кәдімгі. Иә. Актердің атын айту керек па? Джон Уик типа. Мен оның атын білмеймін, бірақ мен оның түрін білемін. Түрі қандай? Который ана акула деген. Мегалодон. Иә, сол ба? Дұрыс емес. Дұрыс дейін дедің да, дұрыс емес дедің да. Ол емес па? Жоқ, ол который екеулеріңізді жақсы көретіңіздер. Жоқ, ол емес. У тебя опять вкус поменялся, что ли? Нет, я его люблю, но у меня есть тот, кто больше его люблю. Кім десек екен? Сіз оның атын білмейсіз сұрайды. Бәсе, мен білмей отырмын. Сен білесің, мен. Андай, былай тұратын бар. Джеки Чан. Джеки Чан, дұрыс. Ей, мамам айтпа, мен тауым керек еді ғой. Мен не айтып қойдым? Тағы сұрақ қоясың онда. Мен қайтадан бір сұрақ қоя салшы. Мен байқамай екеуіңе қызығып кетіп ойнап кеткен ғой. Мам, ол Джеки Чан мамы жоқ қой. Бар ғой. Қандай? Ой, жетеді ғой мам Джеки Чанға. Так, қандай болады? Менің... Сүйікті қарындасым деп қой. Мен сүйікті пәнім, менің сүйікті там, не знаю, что-то нормально. Сен оның пәнін білмейсің да ғой? Білетін шығар. Білмейсің. Менің сүйікті пәнім давай. Просто вариантты тастарға айтайын. Менде вариант көп. ДШ, математика. Потому что ол осы кездер математиканы жақсы оқып жүр. Иә. Ағылшын. Тоже 5 болып жүр. Да, ну 5 болса да оған ағылшын ұнайды. Өте ұнамайды, саған балам ағылшын. Айтуға болмайды ғой. Ойбай, мен тыныш отырайын. Информатикадағы да осы үшеуінің біреуін таңдау керек. Цифрлық сауаттылық па, информатика деген?
алдында Мұхамеджанға цифрлық сауаттылығын алған, но может қазір математиканы айтылады, что ұнайды. Давай айтайын. Чай қоя бер. Туй! Можно я подумаю? Давай. Егер бұл 5 минут алып кетсе, онда өшіре салсын. Так. Математиканы 5-ке жазасың, бірақ одан кейбір кездерде Если мен 5-ке оқысам, это я Да, я замечательно, знаю. что это математиканы сен тоже жақсы көресің, это тебе нравится. Әлі ойланбайсың ба? Но бірақ сен цифрлық сауаттылықты больше нравишь. Ал дұршы мен цифрлық сауаттылықты салыстырсақ, может быть, дұршы жеңіп кететін шығар. Ол екеу ма? Или біреу ма? ең бірінші орындағы ма? Жоқ, бірінші орында 2 пән ба или 1 пән ба? 2 пән, бірақ біреуін угадать етпесең уже болды. Жоқ, екеуін біреуін угадать етуің керек қой, ә? Жоқ, екеуін де угадать Неге? Неге? Слушай, Ладно, біреуін угадать ет, шұқырсын. Ладно, онда Иә. бір угадать. Цифрлық сауаттылық. Жоқ. Дұршы. ДШ и ағылшын. Ағылшыннан қазір 5-ке оқып жүр ғой. Ағылшын жақсы көреді ма оны? Еще ерте барады Ағылшын ағылшынға. Бәсе, мен де сөйтіп ойладым. Цифрлық сауаттылықты рас көретін еді, ғой, дұрыс там. Қазір маған ұнамайды өйткені біз ойын ойнамаймыз. Бұрында ойнайтын едік. Сонымен мен 5-те бес. 5. Екеуі. Дұрыс емес қой. Ойбай, мұрның ғана тықтың ғой. Бес сен ойладың Короче, ғой. 5-те 5 болды. Аружанда 5, Мұхамеджанда 5, бірінші раундта да 5-те 5. Нихуя. Енді не болды енді? Екінші раунд. Үшінші раунд. Иә болды. Мұхамеджан вообще нечестно он был вообще. Неге Аружан? Негізі мен ең Нечестно емес, Аружан честный ғой, ол просто өзінің ойындағы сұрақтарды қойды. Сен өзіңнің ойындағы сұрақтарды қойдың. Мен саған үйті көп подсказка Иә, бердім. бәрінде подсказка берді саған. Үйті сен айттың, мен жақсы көрмейтін геройларым. Ал Аружан мен жақсы Мұхамеджанға көремін. оңай болсын деп ол оңай сұрақтар қойды. Мұхамеджанның өзінің ойындағы бар сұрағы сол болып тұр ғой енді, оны кінәлай алмайсың ғой. Ал Аружан просто Мұхамеджанды аяп әдейі оңай сұрақтар қойып берген негізі басында. Ал мен оған көмектестім Иә, ол подсказка. подсказка берді. Так что бір-бірімізге Ничья. ренжімейміз. Ничья, екеуің де тең. Нормально. Мен ойладым, мен қаттырақ білемін деп. Аружанның кто бы бүткілі білем деп говорит. па? Иә. Енді біраз 5 сұрағын білдің ғой, дұрыс қой, 5-те 5 нормально ғой. Достар, біздің видеомыз аяқталды. Сіздер екеуміздің біреуі кім көбірек угадать ететін комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Конечно, мен деп Кімге оларыңыздар. балет ететіндеріңізді десе. Ой, Ару не қып тығып атсың. көмектесе салайын ба деп. Достар, қараңыздар, қазір мен сіздерге бір фокус көрсетемін. Қарам-қажаның ішінде міне мынау тұр ғой, иә? Міне осыған былай істеші, пожалуйста. Кетеді. Болды, арты соғыс қайналайын. Болды. Все, осымен давайте, қош, сау болыңыздар. Лайк, подписка басуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар. Пока-пока.